Сәлем достар, қалайсыңдар? Ханың әпкелер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен Астанаға чемодан жинайтын боламын. Астанада международный турнир әлем кап жарысы болады. Мен Астана Шымкентке қарағанда суық. Мен жинаған чемоданымды көрсететін боламын. Мен осындай қалың пижама алдым, мен мынандай. Сосын киім бар, мынандай свитер алдым. Көп киім алмадық, Иә. Себебі Астанада не бары 3 күн ғана болады, Бұның бәрін киіп үлгермейді. Себеп бұлар азаннан кешке дейін залда болады, дайындық болады бұларда. Жарыс. Тек қана гостиницаға келгенде кимесе. Осындай джинсы шалбар алдым мен. Сосын киім бар, мынандай 2 колготка алдым мен. Баянсұлу бізде өте жаурық. Шымкенттің өзінде жаурайтын қыз. Астанада қалай болады екен? Астанада соңғы рет 2014 жылдың күзінде болғанбыз, Ол кезде Баянсұлу не бары жасы 1-ден асқан кезет. Астана көрмегеніне 8 жылдан асты. Осындай футболка алдым мен. Вдруг гостиницаның іші жылы болып қалса деген ниетпен. Аласа на всякий случай. Енді менден алып косметичка. Мен осы косметичканы жарысы ұтып алғанмын мен андай. Қыздың суреті секірген шпагатта. Гимнасткалар косметичкасыз ешқандай жарысқа шыға алмайды. Осындай айна, онда да мен жарысты ұтып алғанмын. Осымен бірге келген, косметичкамен бірге, Комплекс қосы, мынандай. Комплект. Комплект. Ішінен андайда 2 айна. Двухсторонный айнасы бар. Келесі красный помада. Мен осындай помададан біз еш жаққа шықпаймыз жарысқа. Жарыстың бәрінде бұлар қып-қызыл помада жағады. Сосын бізде заколка. Мен андай заколка, чтобы только сенген балапан шаштарым шықтырмау үшін. Баянсұлуда балапан шаштар өте көп. Көп менде. Оған заколкалар міндетті түрде керек. Шпильканың қысқасы, яғни шаш жинаған ыңғайлы, ұзын алсақ ол шаштың екінші жағында шығып тұрады да. Бұлар паутинка бар еді ғой сенде, шаштың сыртына киеді. Паутинка деген ана шаштың дульканың сыртынан киеді. Сонда чүп-чуған нәзік. Шпильканы дұрыс тақпаса, бұны жыртып тастайды. Айырып тұрады ғой. Бір таққанда дұрыс шешпесе бітті, жыртылып кетеді. Келесі бізде флешкалар, флешкалар. 4 предметке бұларға 4 флешка керек. Себебі бір флешкаға бұларға 4 музыка жаздырмайды. Себебі музыкаға қойған адамдар оны іздеп отпайды, предметтің атымен. Мячик, булава, Улаванка, и обруч. Обруч, және де соңғысы Лента. ленданікі, Сосын бізде лак. Лаксыз жарыс болмайды. Шашқа міндетті түрде керек. И сухой шампунь. Сухой шампуньді бірінші рет қолданады. Өмірі шампунь салып жүрген едік. Үлкен полотенцамен. Енді бұл жол тек қана сухой шампунь салып көрейік деп жатырмыз, И расческа. Айнамен бірге қонандай. Жоғалтпай кел. Өткен жарысқа барып, бір тарақ тастап кеткен ғой залға барып. Залда емес, гостиницада. Гостиницада ма? Келесі мына жаққа көшеміз. Бізде осындай палка. Лентаның палкасы. Чехолы бізде. Чехолы бұл палкасының өзі әжептәуір ақша тұрады бұны. Қымбат қой ақшасы. Қымбат тұрады. Сосын бізде катушкадағы лента оралып тұр. Лента орап қойғам. Себебі лентаның палкасын жанына қысырып қойық десек, ол шатасады, қыртыс болса, лентаны лақтырып ойнаған кезде, бұлар билеген кезде, қатты дауыс шығу керек, ал мыжылып қалса, ондай дауыс шықпай қалады, шатасып қалады. Сол үшін осындай катушкаға орап қояды, Ол міндетті түрде керек. Купальникіңде яркий ғой сенің? Купальник қой, мен де сол қас көрсетемін. Бізде осындай чешка, выступлениеға мен. Кеше алдық бұл чешкиді. Новый чешкаға. Сосын бізде форма, мен лосина, купальник. Мен кофта. Білесіз, мен кофтаны мен жарыс тұтып алған қыз орылды. Маған соғына кофтаны маған 38-ші размер берген ғой. Үлкен размер берген ғой бұған. Бірақ үлкен болса да Баянсұлу қарамай. Залда жаурайым деп киіп алады. Астанаға да алып кетіп жатыр бұл. Шымкенттің залында да жаурап жүрген қыз ғой бұл. И мынандай купальник. Купальник бұл. Бұлар үстері қап-қара болады да, бір аяқтарын әппақ носки алады, әлі носки алады, әлі ақ носкиді. И
осындай Қазақстан деген спортивка. Гимнастикалардың тренер өздерінің қыздарына бірдей қылып комплект кигізеді. Баян Сұлулардың қыздары осы сары, ақ, қара түстегі Қазақстан деген спортивканы алған барлығы. Заказбен жүріп алғанбыз бұны. Сонымен бірге Шалбары. Осындай. Енді Астанада бұл шалбар болған жұқалық қылады. Сол үшін бұл лосинимен осын үшін киіп алған, колготки алып алды, Сол үшін оны колготки алып алған ғой. андай аяғы жоғандай гамаш сияқты колготки алып алды. Сосын бізде Купальник. Мынау алдыңғы жарыстағы купальнигі. мен андай яркий ғой. Яркий алды өрмекші сияқты бұнікі. Прям ерекше купальник. Вешалкамен алып барады. Бұл новый купальник жаңа ғана келді. Бұны барып алып кете алмадық, сосын таксимен жіберіп. Әлі тастары да әлі крилері толық қатқан жоқ деді бізге. Киіп, аунап, тастарын түсіріп қоймасын деп айтты жаңа бізге тігіншіміз. Сол яркий әдемі түс қой, әдемі түсті. Біздің лентамыз да, булавамыз да яркий ғой біздің. Бізде домыз наған жететімізді, домыз бізде бардовый сияқтандай да, и сода блесточкалар болып күшті түс қой бізде. Енді сен сумкаңды алып келсей, сумкаң ішіне қандай предмет салатынын көрсетесің. Көрсетем. Мына Баян Сұлудың тренировкаға таситын сумкасы. Бұл негізі сумкасы бұндай екеу, біреусі залда қалады. Біреу алып келіп жүреді, себебі ана ішіне предметтерін салып жүреді да. Қымбат болғаннан кейін кейде жоғалып қалса, ешкім жауап бермейді оған, Значок бар ғой, Значокты мен Алматыда, бірінші рет Алматыға барған кезде ұтып алғаным ғой. Грейс Кап деген школаның значогы, Мен осы, сумка. Ауыр ошы. Өзінен ауыр ғой бұның сумкасы. Мен секретем ошы. Сол үшін дәу қып алдық қой. Бірінші алған кезде сумкасы дәу болған еді, Баян Сұлу кішкентай болып жүреді тұғын. Өзінен де болып жүреді, қазір үйренді. Мына булаваны осы жақындағын алдық, бір апта бұрын лентаны, жағына, палкасын бәрін осы жақында алдық. Купальнигімізге, мына купальникқа астындағы бірінші паутинка сияқты. Сол купальникке сайғып алдық да булаваны. Біздің предметтеріміз бәрі купальникке жарысып тұру керек қой. Булавам бар ғой бұрынғы индиго индиго нашарды қаққан кезде отбиваться етіледі, содан бізге чакот деген булава болды. Чакот бұл ең қымбат булава болып саналады. И басына бұлар андай пластыр жабыстырып қояды, себебі булаваны бір-біріне кигізген кезде, кейде тұс лақтырған кезде екі жаққа. За площадкаға кетіп қалады. За площадка красный линияға кетіп қалса, бұларда уже есептемейді, үлкен ошибка болып саналады. Сбавка болады бізде. Сол балдарын қысқартып тастайды, қанша билеген бәрін, стараниясын бәрі кетіп қалады. Сол үшін чакоттың булавасын өткенде қанша алдық? 28 мыңға алдық. Осы ең кішкентайдың өзі сондай болды. Ал дәулер одан да қымбат тұрады. Чтобы допқа біз чоқау тағызамыз, өйткені көрсетсе добыңды. Суық кезде біздің доптарымыз желі ұшады. Желі шығып қалады, сол үшін допты суық тастамауға тырысамыз. Допқа негізі бір сумкасы керек арнайы. Машин жай рюкзак қояшын салып қойдық. Міне осындай доп. Бұл допты былтыр алғанбыз. Қазір мүлде қымбат болып кетті бұл доптар қазір. Екі есе баға. Гимнастика деген жақсы, бірақ заттары қымбат. Машин аяқтың басына киетін чешкидің өзі 5-6 мың теңгеден басталады. Кеше мен сен күтіп тұрған кезде көрдім. 13 мың теңге дейді ғой үлкен қыздардың чешкиі. Ол чешкиді қымбат қой олар. Ол чешкиді бір айға жетпейді. Бас бармақтарынан айнала бергеннен бірінші бас бармақты тесіп шығады. Мына утяжелитель, қолдікі ма, бұл аяқтікі ма? Бәріне кете береді. Бірақ қолға да тағасыңдар ғой сендер, Қолға аяққа таға береміз біз бәрін. Сосын бізде наколенник черный. Осы мен Алматыға барған кезде ұттып алғанмын. Наколенникті керек, себебі лосиниді бұлар өте қатты жыртады. Жыртамыз, сол кезде бізге наколенник тағақ деп ұрсатты, сол кезде наколенник тағамыз. Качествосы күшті ғана, қатты да содан тесілмейді наколенникті. Лосинидің өзін бұлар бір айға жеткізбейді. Кеше алдық қой. Почти 10 мың теңгедегі лосини алдық. Бір айға жетпейді. Тізесі дәу болып жыртылып келеді. Резина. Бұл растяжка істегенге керек, Мақ сондай істегенге бар. Тартамыз, резинаны сөйлесем. Мен андай резина, яркий, тураны купальникке қарап тұрып,
тұрғысы растяжка істегенде керек қой, бұл бәрі денесін қыздырғанда, чтоб выступление кезде шпагаттары прям әдемі болу үшін, иә. Шпагаттарыңыз перешпагат былай болып тұру. Иә, 90 градустан астырып істеу керек, иә. Сонда балық жоғары болып саналады. И скакалка. Скакалка, бұрын скакалкамен билейтін еді, бұл қазір скакалканы алып тастады, иә. Тек қана групповой қыздар ғана шығады, скакалкамен, иә. Скакалкамен групповой қыздар шығады. Бірақ тренировкада керек, двойной прыжок, бәрін істеген кезде. Бізге дұрыс білмесек наказание болады да, сол кезде двойной істе дейді, бізге 100 двойной прыжок істеңдер дейді ғой. Яғни бір секірген кезде аяқтан аса скакалка 2 рет өту керек, иә, двойной прыжок болып саналады сол. Болды. Астанадағы болатын жарыс, балалар, бұл өте үлкен жарыс. Бұрын алдыңғы жарыстарда бізде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан болатын еді, иә. Ал бұл жолғы жарыста кеше тізімде көрдік. Қазақстан бар, Қырғызстанның қыздары бар екен, Ресей елінен бар екен. Сосын тағы да балалар білесіңдер ме, Вьетнам мен осы барлықтарын қызығып көретін, сендердің қазір жастардың бәрі көреді ғой, Корея елінен келеді екен қыздар. Өте үлкен жарыс болады бұл. Осы жарыста енді өзіңді көрсету керексің, Баянсұлу, түсіндің ғой, иә? Бірінші орын болу керек. Міндетті түрде гимнастикаларда протокол деген нәрсесі бар, сол протоколда бірінші болу керек. Қанша 30, 40, 50 қыз шықса да тізімде бірінші болу керек. Сонда ол жоғары ұпай болып саналады, иә? Оның бәрі болашақта разрядтарына әсер етеді, иә? Болды ма сонымен заттарымыз? Иә. Енді қазір осының бәрін чемоданға әдемелеп салып, Сундама салып бәрін. иә, жолға шығатын боламыз, иә? Әрі қарай жалғастырамыз сосын видеоны. Олай болса, кеттік. Кеттік, иә, вокзалға қарай, иә? Достар, біз Жыды вокзалға келдік. Қазір поезды күтіп тұрмыз. Поезд сағат 15:00-де жүреді. Құдай қаласа ертең азанда сағат 9:18-де Астанада боламыз. Маған ақ жол сәттілік тілеп қойыңыздар. I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.